Жайық өңірінде тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттыру мақсатында түрлі іс-шаралар атқарылып келеді. Жасыл экономика аясында да сан алуан тақырыпқа бағытталған конференциялар өткізіліп жүр. Соның бірі Дарын қосымша білім беру орталығында мектеп оқушыларының ең кіші буынына арналған Green Time экологиялық байқауы ерекше ұйымдастырылды. Green Time облыстық байқауы биылғы жылы тұңғыш рет ұйымдастырылды. Балаларды сәби шағынан тылсым табиғатын тілін меңгертіп, ата-аналардың назарын экологиялық мәселелерге аудару осы шараның түп төркіні болды. Сырым ауданына қарасты Қызылағаш негізгі мектебінің оқушылары Жанерке Үмітжан мен Гүлсім Ерсайын осы сайысқа жетекшілердің көмегімен көп дайындалыпты. Табиғатқа жаны құштар олар үстеріне тіккен киім үлгісіне де жергілікті өнімдерді пайдаланған. Бұл киімді біз Қызылағаш ауылындағы өсімдіктермен безендірдік. Менің ойымша ол өте әдемі болып шықты. Көйлегім пакеттерден тігілген. Қазақ үлгісіндегі киім. Қазақ үлгісіндегі киім. Бұны наурыздарға киюге болады. Байқау негізінен 3 кезеңнен тұрды. Алғашқысы таныстыру және өнер көрсету болса, екінші кезең пайдаланған тұрмыстық қалдықтар мен өсімдік түрлерінен киім үлгісі көрсетілді. Қолдан жасалған бұйымдар көрмесі де көптің қызығушылығын арттырды. Көрмеге қойылған бұйымдар да ұл-қыздардың қолымен табиғи өнімдерден және тұрмыста пайдаланған заттардан жасалған. Қағаз қиындылары мен түрлі түсті бояу арқылы дүниеге келтірілген бұйымдар құдды бір фабрикадан шыққанға ұқсайды. Жалпы бұл шараға барлық аудандардан келіп отыр, барлық 11 ауданнан және қала облыстық білім беру мекемелерінен қатысып отыр қатысушылар. Байқаудың қатысушылары 2-ші және 4-ші сынып аралығында. Шараны ұйымдастырушылар мектеп шәкірттеріне арналған көрме байқаулар жазғы демалыс кезінде көптеп өткізетіндігін айтты. Туған жерге деген махаббат пен табиғатты аялауды сәби жастан бойға дарыту баршаға парыз дейді экологтар. Ұлықпан елі Нұрлан Едеров, Нұртай Батырғали, Ақ Жайық арнасы.